Сәлем оқырман, бүгін кешкі ас гарнирына дәл осындай қытырлақ картоптар. Бірінші кезекте картопымызды жуып, тазалап, оны осылай бөліктерге бөліп, өзіміз қалаған формада кесіп аламыз. Менің каналымда күн сайын шығып жатқан жаңа рецептерді жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңызды сұраймын. Біздің картопымызды дайындау барысында қолданылатын ингредиенттердің барлығын төменде описание бөлімінде қалдыратын боламын. Картопымызды турап болғаннан кейін оның үстіне ыстық су құйып, бір қасық тұз салып, шамамен 15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін суын төгіп тастап, біздің картопымызды құрғатып сүртіп аламыз. Кез келген сүлгі не болмаса салфетканың көмегімен жақсылап құрғатып сүртеміз. Енді мариновканы бастай берсек болады. Үлкен қасықпен 2 қасық зәйтүн майын қостым. Және оның үстінен қара бұрыш, оның үстінен паприканы сеуіп, және 1 қасық жүгері ұнтағын, яғни кукурузный крахмалды салып, оның үстінен дәміне қарай осындай укроп және тұзды салып, барлығын бір келкетіп, барлығына жететіндей етіп араластырып аламыз. Дәмдеуіштердің барлығы біздің картопымызға сіңу үшін шамамен 7 минутқа осылай қойып қоямыз, және түбінен осылай су шығады. Оны әрине бізге қажет емес, төгіп тастаймыз. Және ең соңында панировочный сухариді осылай салып, мен 5 қасық салдым. Бәрін бір келкетіп араластырып алып, енді противенге салып пісіруге жібереміз. Егер противенде пісіретін болсаңыз, оның үстін міндетті түрде осылай майлап алыңыз. Немесе пергаментке, фольгаға пісірсеңіз, ол өзіңізге ыңғайлы болады. 220 градуста қызып тұрған пеште шамамен 15 минут пісірдік. Міне пісіп, сондай қытырлы, қып-қызыл болып, әдемі болып біздің картоптарымыз пісіп болды. Және гарнир ретінде дастарханға осылай ұсынатын боламыз. Картоптың пісіп-піспегенін зубочистканың көмегімен тексеріп көрсеңіз болады. Сіздермен болған Айгерім. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Арнаға жазылып, міндетті түрде ойларыңызбен бөлісіп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын.